Мен сыйлық алайын деп ем. Что? Анау сыйлығыңды көрсетесің бе? Я не поняла вас. Говорите по-русски. Ты же казашка? Да, я казашка, а что? Қазақтың қызы болсаң, дұрыстап жауап бермейсің бе? Я не понимаю по-казахски. Осы қалаға келсем, шет елге келгенде болам. Қайда барсам да бәрі орысша сөйлеп тұрады. Осындайда орысша білмегеніме ұялып қалам. Оған сен ұялма. Өз елінде жүріп, өзгелердің тілін білмеу ұят емес. Ал енді өз жерінде жүріп, өз ана тілін білмейтін мыналар ұялсын. Что вы говорите? Я не поняла вас. Мәңгүртпін десейші. Көке? Кім мангурт? Ничего себе, мангурт. Байкапселеніз. Сен қазақша түсінеді екенсің ғой? Ну и что? Қазақта мәңгүрттен қиын сөз жоқ. Оны жаттап алып, қалған сөздерді неге түсінбей тұрсың? Қойыншы, көке. Неге өз ана тіліңде сөйлемейсің? Қай тілде сөйлесемде өзім білем. Казахстан — это свободная страна. Взгляните вокруг, 21 век. А вы говорите мне, қазақша сөйле. 21 ғасырда сөйлемесең, 22 ғасырда сөйлейсің бе қазақшаны? Просто мне неудобно. Сонда саған қазақтың жерінде жүру удобно да, ал тілінде сөйлеу неудобно болды ма? О чем вы вообще? Оларға тілің не, отаның не? Көке, бұл сіздің ғана отаныңыз емес. Біздің де отанымыз Қазақстан. Отанымыз ортақ болса, жеріміз ортақ болса, ана тіліміз де ортақ болу керек шығар. Өз тілімізде өзіміз сөйлемесек, басқалардан не күтеміз? Тілің кетсе, елің де кетеді. Еліңмен бірге жерің де кетеді деген. Заман-ай. Не боп барадыр? Соны айтам. Жүре ғой қарағым. Басқада дүкендер көп қой. Жаныңды қинамай-ақ, алар затыңды сол жақтан аларсың. Жарайды аға.